Бесінші сынып, бірінші сабақ натурал сандар және 0 тақырыбы. Бірінші есеп. Ауызша есептеңдер. Яғни бізге көбейтінділер мен бөлінділер берілген. Осы есептерді ауызша орындайық. Бірінші 25 көбейту 4 100-ге тең. Екінші 25 көбейту 6 150-ге тең. 25 пен 8-дің көбейтіндісі 200-ге тең. Келесі 810-ды 9-ға бөлсек 90 шығады. 560-ты 8-ге бөлсек 80-ге тең. 560 бөлінген 80 8-ге тең. 303-ті 3-ке көбейтсек 909 шығады. 412-ні 4-ке көбейтсек 1648 шығады. 202-ні 5-ке көбейтсек 1010. Келесі 320-ны 16-ға бөлсек 20-ға тең. 640-ты 32-ке бөлсек 20-ға тең. Және 160-ты 8-ге бөлсек 20-ға тең. Екінші есеп. Кестедегі сандарды оқыңдар. Кестедегі берілген сандардың кластарын бір-бірінен аралықпен ажыратып жазыңдар. Бізге 3 түрлі сан берілген. Бірінші сан 9 619 425. Енді осы санды ажыратып жазатын болсақ, сонда бірінші 9 миллион 600 мың және 10 мың. Одан кейін 9 мың 425. Екінші сан бізде 35 миллиард 617 миллион 927-ге тең. Енді осы санды да бір-бірінен аралықпен ажыратып жазсақ, бірінші 30 миллиард және 5 миллиард 600 миллион. Одан кейін 10 миллион және 7 миллион 927. Және соңғы үшінші сан бізде 5 триллион 327 миллиард 408 миллион 614 мыңға тең. Келесі үшінші есеп. Мына сандарды цифрлармен жазыңдар. Бірінші 710. Яғни цифрмен жазсақ осы түрде жазылады. Келесі екінші 430 мың 60. 430 мың 60. Келесі 508 мың 234. Төртінші 3 миллион 25 мың 6. Және соңғы 32 миллион 15 мың 702. Төртінші есеп. Осы берілген сандардағы цифрлар нені білдіреді? Бірінші 70.563 санындағы 5 саны нені білдіреді? Бұл жердегі 5 саны бізде жүздікті білдіреді. Келесі екінші 4 миллион 36 мың 8 санындағы 3 цифры нені білдіреді? Яғни бұл жердегі 3 10 мыңдықты білдіреді. Келесі үшінші 435 миллион 72 мың 614 санындағы 0 цифры нені білдіреді? 0 бұл жерде
100 мыңдықты білдіреді. Және 8 миллиард 617 миллион 324 санында мыңдар класы неге аталмайды? Себебі бұл жердегі мыңдар класы тек қана нольмен аяқталғандықтан, яғни бізде 0 сандарды оқыған кезде аталмайды, сол үшін де мыңдар класы аталмады. Келесі 5-ші есеп, қандай сан разрядты қосылғыштардың қосындысы түрінде жазылған? 9-ды 100-ге көбейтсек 900, 6-ны 10-ға көбейтсек 60 және 5. Ал 3 саны бір-біріне қоссақ 965. Келесі 5000 қосу 700 қосу 30 және қосу 6. Ал бұларды қосып шығатын болсақ 5736. Келесі 8-ді 10 мыңға көбейтсек 80 мың қосылған 5000 қосу 400 және 2. Және сандарды қосып шығатын болсақ 85402. Келесі 70 мың қосу 3000 қосу 90 және қосу 4. Демек 73094 саны. Келесі 6-шы есеп, оқыңдар. Жер экваторының ұзындығы 40 миллион 75 мың 696. Екінші, күннен жерге дейінгі қашықтық 149 миллион 597 мың 900 километр. Үшінші, Азияның ауданы 42 миллион 400 мың квадрат километр. Және жерден айға дейінгі қашықтық 384 миллион 401 мың метр. Келесі 7-ші есеп, цифрлармен жазыңдар. Есіңе түсір, сен 1-ші сыныпқа қай жылы бардың? Яғни, әркім өзінің 1-ші сыныпқа барған жылын жазатын болады. Демек, 1-ші сыныпқа барған жылымызды 2015 жыл дейтін болсақ, сен қай жылы мектеп бітіресің? Яғни, осы 2015-ке біз мектепте оқитын 11 жылымызды қосамыз. Сонда 2026. Демек, 2026 жылы мектеп бітіреді. Келесі 8-ші есеп, санды цифрлармен жазып, сонан соң оқыңдар. Ең кіші 4 таңбалы натурал сан, ол бізде 1000. Екінші, ең үлкен 6 таңбалы натурал сан. Яғни ол 900 мың. Үшінші, ең кіші 8 таңбалы натурал сан. Ол 10 миллион. Және ең үлкен 7 таңбалы натурал сан. Яғни ол бізде 9 миллион. Немесе 9 миллион 999 мың 999. Және екінші есептегі 6 таңбалы санды да дәл осылай жазуға болады. Келесі 9-шы есеп, санды разрядты қосылғыштардың қосындысы түрінде жазыңдар. Бірінші, 4915. Яғни 4000 қосу 900 қосу 10 және қосу 5. Енді бұны екінші тәсіл түрінде жазсақ, сонда 4 көбейту 1000, 9 көбейту 100 және 1 көбейту 10 қосу 5. Келесі 6083, 6000 қосу 80 қосу 3. 6 көбейтілген 1000 қосу 8 көбейту 10 және 3. Келесі 15000, 10000 қосу 5000 қосу 9. Сонда 1 көбейтілген 10000
5 көбейту 1000 және 9 саны. Келесі 25467. 20.000 қосу 5000 қосу 400 қосу 60 және қосу 7. 2 көбейтілген 10.000. 5 көбейту 1000. 4 көбейту 100. 6 көбейту 10 және қосылған 7. Келесі 10.083. 10.000 қосу 800 қосу 3. Сонда 1 көбейту 10.000 қосу 8 көбейту 100 және 3. Келесі 200.000 қосу 6000 қосу 30. Сонда 2 көбейтілген 100.000. 6 көбейту 1000 және 3 көбейтілген 10. Келесі 10-шы есеп. Бірінші 019, екінші 035 цифрларын қайталамай жазғанда оларды неше үш таңбалы сан құрастыруға болады. Құрастырылған үш таңбалы натурал сандарды жазыңдар. Натурал санның ең жоғарғы разрядын 0 цифрмен жазуға бола ма? Бірінші 019 сандарынан үш таңбалы сандарды құрастырайық. Олар 109, 190 және 901, 910. Келесі 035 сандарымен 305, 350, 503 және 530 сандары. Яғни, осы құрастырылған натурал сандарды жаздық, ал ең жоғарғы разрядын 0 цифрмен жазуға болмайды. Себебі 0 цифрі сандарды айтатын кезде, яғни оқылатын кезде оқылмайды. Келесі 11-ші есеп. Мына тұжырымдамалардың қайсысы дұрыс? Бірінші, кез келген натурал саннан бірге кем натурал сан бар. Яғни бұл бұрыс. Себебі, мысалы, ең кіші натурал сан бізде, яғни ең кіші натурал сан бұл бізде 1. Ал 1-ден 1-ге кем сан ол бізде 0 болып қалады, ал 0 бізде натурал санға жатпайды. Сондықтан 1-ден өзге барлық саннан кем натурал сан бар деп айтқанымыз дұрыс. Екінші, санның ең жоғарғы разряды кез келген цифрмен жазылады. Бұл дұрыс. Үшінші, 1-ден өзге әрбір натурал саннан 1-ге кем натурал сан бар. Яғни бұл бірінші бұрыс пікірдің дұрыс түрі. Және төртінші, санның ең жоғарғы разряды 0-ден өзге цифрлармен жазылады. Әрине бұл дұрыс. Келесі 12-ші есеп. Ұзындығы 16 метр тоқыма баудан өлшеуіш құралдарды пайдаланбай 6 метр тоқыма бауды қалай қиып алуға болады? Яғни біз бірінші кезекте 16-ның тең жартысын алайық. Яғни жартысы деген сөз оны 2-ге бөлу керек. Сонда 8 метр болады. Келесі, осы 8 метрді тағы да 2-ге бөлейік. Яғни жартысын алайық. Сонда 4 метр болады. Және тағы бір 4 метрді 2-ге бөлсек, онда 2 метр болады. Демек, біздің соңғы қадамымыз осы қиып алынған, яғни бізде өзі барлығы ұзындығы 16 метр тоқыма бау бар еді. Біз оны теңдей 2 бөлікке бөлдік, яғни 8 метрден. Одан кейін осылардың әрқайсысын 4 метрден 2-ге бөлдік. Және одан кейін, яғни тағы да 4 метрден. Одан кейін осы 4 метрдің өзін 2-ге бөлдік. Яғни бұның әрқайсысы 2 метрден. Сонда бізге қажетті 6 метрді алу үшін осы 4 метрмен 2 метрді, яғни 1 4 метрмен 1 2 метрді қоссақ жеткілікті. Сонда бізде 6 метрді қиып алуға болады.
Келесі 13-ші есеп көп қабатты үйдегі пәтерлердің есіктері сыртындағы пәтер нөмірін көрсететін сан металдан жасалған цифрлардан құрастырылады. Егер осы үйде 120 пәтер болса, барлық пәтерлер нөмірін көрсететін сандар неше металл цифрлардан құрастырылады. Яғни біз білеміз, бір таңбалы сандар, олар 9 сан. Ал екі таңбалы сандар, яғни олар 10-нан бастап 99-ға дейінгі 90 сан бар. Демек, бұл бір таңбалы болғандықтан біз бірге көбейтейік, ал 90-да екі таңбалы болғандықтан екіге көбейтсек 180 сан бар. Ал үш таңбалы сандардың санын анықтау үшін, яғни 100-ден бастап 120-ға дейінгі сандардың саны бізде 21. Яғни бізде 21 цифр бар. Демек, осы 21 цифрды 3-ке көбейтейік, себебі бізде бұл 3 таңбалы. 63. Енді осы сандардың барлығын бір-біріне қосып шықсақ, сонда бізде 252 цифр бар. Келесі 14-ші есеп, осы берілген цифрлардың барлығымен жазылатын және цифрлар қайта қайталанбайтын бірінші ең үлкен санды жазыңдар. Яғни ол 9876. Ең кіші санды жазыңдар. Ол бізде 1023. Және сұрақтарға жауап беріңдер. Ондық санау жүйесінде кез келген натурал санды жазу үшін әртүрлі неше цифр жеткілікті. Яғни 10 цифр жеткілікті. 10 цифрымыз осы берілген 0-ден бастап 9-ға дейінгі сандар. Және ондық санау жүйесінде жазылған натурал санның ең жоғарғы разряды қандай цифрлармен жазылуы мүмкін. Сандар шексіз кете бергендіктен, олардың қандай сандармен жазылуы, яғни осы 10 цифрмен жазылуы мүмкін. Келесі 15-ші есеп, кітап 3-ші беттен бастап 3 цифрмен нөмірленген. Кітаптың барлық беттері 1315 цифрмен нөмірленген. Кітапта неше бет бар? Яғни, бірінші, біз бір таңбалыларды анықтайық. Яғни бізде 3 цифрмен нөмірленген болса, демек бірінші, екінші цифр бізге қажет емес. Сонда бізде барлығы 2 цифрды алып тастаймыз, себебі бірінші, екінші цифр қажет емес, 3 цифрынан басталып тұр. Сонда 7 цифр бар. Келесі 2 таңбалы, ол бізде 90 сан бар, және 90-ды 2-ге көбейтеміз, себебі 2 таңбалы сан болған үшін. Және ол 180-ге тең. Келесі 3 таңбалы сандарды анықтайық. Оны анықтау үшін осы 1315-тен азайтамыз 1 және 2 таңбалы сандардың қосындысын. Сонда 1128-ге тең. Енді 3 таңбалы сандардың бетін анықтау үшін осы 1128-ді 3-ке бөлеміз. Сонда бізде 376-ға тең. Демек, біз осы бір таңбалы сандардың санын, 2 таңбалы сандар және 3 таңбалы сандардың цифрын қосып шығайық. Сонда 475 бет бар. Келесі 16-шы есеп. Банкадағы су 1/4 бөтелкедегі суға тең. Ал 1 бөтелкедегі су банкадағы судан 9 кесе кем. Банкада неше су бар? Яғни біз есептің шартын осылай құрып аламыз. Яғни 1 банка 4 бөтелке, 1 бөтелке 1 банка азайту, яғни кем болғандықтан азайту амалын қолданамыз. 9 минус 9 кесе. Сонда 1 банка неше кесе? Енді біз мына 1 банканың орнына 4 бөтелкені қоямыз. Сонда 1 бөтелке тең
4 бөтелке азайту 9 кесе. Әрмен қарай 9 кесеміз 4 бөтелке азайту 1 бөтелкеге тең. Сонда 9 кесе 4 бөтелкеден 1 бөтелкені алсақ 3 бөтелке. Ал бөтелкенің санын анықтау үшін 9-ды 3-ке бөлеміз. Яғни 9 кесені 3-ке. Сонда біздің 1 бөтелкеміз 3 кесеге тең. Демек, қайтадан бірінші қатарға әкеп орнына қойсақ, демек, 1 банка 4 бөтелкеге тең. Яғни, 1 бөтелкеміз 3 кесе болса, онда 4-ті 3 кесеге көбейтсек, 12 кесе шығады. Демек, есептің жауабы 12 кесе. Келесі 17-ші есеп, ақпараттық көздерді пайдаланып сұрақтарға жауап беріңдер. Бірінші, біздің еліміз Қазақстанның территориясының ауданы. Яғни, 2724 мың километр квадрат. Санның ең жоғарғы разряды қалай аталады? Яғни 2 саны. Жер шарының ең биік нүктесі Эверест шыңының биіктігі 8848 метр. Берілген санның жазылуындағы 8 цифры қай разрядтарда? Яғни ол мыңдық, жүздік және бірлік разрядтарда. Келесі, Хан Тәңірі шыңының биіктігі 6995 метр. Мыңдықтар разряды қай цифрмен жазылған? 6 цифрмен жазылған. Қазақстанның ауданы ең үлкен облысы Қарағанды облысының ауданы 239 мың 45 километр квадрат. Берілген санның жазылуындағы 2 цифрының мәні неде? Ол бізде 100 мыңдық. Егер есептеулер ұнаса, арнамызға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.